Мен Асылбаев Дайын Қайтемұлы. 2000 жылдан бері қарай сахарный диабетпін. 2011 жылдан бері қарай жағы инфаркт миокарда болған. Әзір соның нәтижесінде ламифаринді осы мына неден естіп ана радиодан. Сол ламифарин алып іштім, курс лечениесін алып іштім. 12 банка. Әзір көрсеткіштерім жақсы. Бұрынғы көрсеткіштерім сахарым 14, 16, 18-ге дейін баратын. Ал енді әзіргі көрсеткішім 8, 7,5-ға дейін түседі. Денсаулығым жақсы, ешқандай нем жоқ. Давлением 120-дан 80 бұрынғы рабочий давлением. Бұл әсерін өзім бірден ішкеннен кейін 10 шақты күннен кейін ақ сезінемін. Сол менің айтайын дегенім, ламифарин орталығының азаматтарын табыс тілеймін. Бар жақсылық болсын, осы халқымыз енді халқымызға жақсылық нелерін өтей берсін. Көп рахмет айтамын.